Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жеңіл, етсіз дайын болатын дәмді самсаның рецептісімен бөлісем. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұзды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. 250 грамм сары майды алдын ала ертіп алдым. Сары майдың орнына маргаринді қоссаңыздар болады. Миллиграмм жылы сүт құямыз. Менде плюс-минус 600 граммын, оған 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды өстіп біртіндеп қосамыз. Алдымен өстіп венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін қолмен елеміз. Қамыр қатты болмау керек, жұмсақтау, бірақ қолға жабыспау керек. Қамырымыз дайын болған соң пакетке салып 20 минутқа холодильникке қоямыз. Қамырымыз тұрған уақытта асқабағымызды өстіп төртбұрыштап турауламыз. Пиязды майдалап тураймыз. Пиязды ыдысқа салып, дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап мыжып аламыз. Сол кезде пиязымыз жұмсарады, және тез пісетін болады. Асқабағымызды қосып, дәміне қарай қара бұрышын, сұйық майын қосып араластырамыз. Салмамыз, яғни начинкамыз дайын болды. Жаңағы қамырды мен 25 бөлшекке бөлдім. Видеодағыдай жұқалықта жайғанымыз. Бұл самсаны өздеріңіздің қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Мен деген манты ұқсатып түйдім. Жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша қонжын сепсеңіздер болады. Градуста қызып тұрған пешке 20 минуттай пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын.